таңдаған мамандық бұл соңғы нүкте емес. Бірақ маған бұл тарихқа түсу ауылдан шығу мүмкіншілігін береді. Себебі мамандық әлемі балаларға енді болатын, болашақта болатын дүние. Әрбір балада потенциал бар. Просто әрбір бала абадан болу шансы бар, мотивация. Қойшы мен сондаймын ба деген сияқты. То есть шетелде бұл нәрсе нормально. Бізде ғой, как будто вот түспесең басында алатын сияқты да. Мектептер мұғалімдерге таласу керек жағдайға келу керек деп ойлаймын. Дипломатичный бол, әр адаммен тіл табыса біл дейтін адам. Бәріне сәлем, құрметті оқушылар, ата-аналар, көрермендер, кім көріп отыр барлығына. Бізде бүгін екінші выпуск дегенше андай басқа тілдегі сөз. Екінші шығарылым ОБТ жайлы. Тақырып сол, ОБТ және менің тағдырым. Бүгін де өте пайдалы шығарылым болады деген үміттеміз. Өйткені бүгін бізде қонақта былай оқып толық айту керек деді, короче. И солай айтамын. Қазақстан тарихы және дүниежүзі тарих пәні бойынша ОБТ эксперті. Білім беру саласында 5 жыл, 5107 оқушы білім алған, 20-да 20 рекордтық көрсеткіштер жасаған оқушылары бар. Әлібек Арыстанбеков. Қош келдік, қош көрдік. Қош келдіңіз. Бүгін тарих туралы көп сұрақтар қоямыз. И күшті лайфхактармен бөлісесіз деген үміттеміз. Және профориентолог, мен кеше дұрыс айттым ба? Жартылай дұрыс. Қазір қалай айттым? Бүгін уже 75. Ертең кездесейік. Тамаша айтып беремін. Динамика жақсы. Тану AI. AI. Осыны мен кеше басқаша оқыдым. AI кәсіптік бағдар беру мен мансап дамытуға бағытталған IT өнімнің негізін қалаушы, адами капиталды дамыту бойынша эксперт. Күшті естіледі. Сізбен дос болғым келеді мен. Бабур Әділхан, қош келдіңіз. Қош көрдік. Және біздің өзіміздің уже тұрақты қонағымыз, физика мектебінің негізін қалаушы, кешегі ОБТ конференциясының ұйымдастырушысы Нұрболат ағай. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Екінші шығарымда көшіп көрдік барлығын. Бұйырса жалғасын табады деген үміттеміз. Бұйыртса. Және ОБТ-ны 3 рет тапсырған, ақымақтықтан емес, байқамай 3 рет тапсырған, аңсаған. Бүгін сіздердің жүргізушілеріңіз болған. Тағы да қош келдіңіздер. Енді бұл подкастты көретіндер, енді 95% ОБТ-ны енді тапсырайын деп жатқан шығар. Бүйтіп еске алып кірмесе біреулер енді ОБТ-ны енді тапсырайын деп жатқандар, ОБТ-ға 3 ай қалды, уже әр күн сайын больше стресса дейді ғой, депрессияға кіреді, біреулер бірдеңе айтам екен осы кісілер деп кіреді осы выпускқа, не бірдеңе көріп алайыншы осы 3 айда дейтін сияқты. Біреулер бір апта алмаған ақылдарды осы 1 сағат, 1,5 сағаттық подкастпен әдемілеп берсек деген ниеттеміз. Бірінші бағана біз алдыңғы выпусктарда айтқанбыз, сол кезде осы стресс, депрессия туралы сол кезде психологтар келді, сондай нәрселер айттық. Енді бізде қазіргі сұрақтарымыз енді по факту қояйық та, по факту қояйық. Мамандық таңдау бойынша бізде эксперт отыр, мамандық таңдау бойынша. Мысалы үшін кейбір адам ойлауы мүмкін, осы менің мамандығым, мен осымен оқуға түсем деп ойлайды да, мамандыққа түскеннен кейін бұл емес екен ғой дейтін ойбу деп аузы күйеді ғой, сөйтіп аузы күйген үрлеп ішеді демекші. Сол мамандық таңдау бойынша 1-2 лайфхактар болса, сосын мамандықты мына жерде грант көп, немесе мына менің ағам мына жерде жұмыс істейді, ертең бірге тартып алады деген сияқты сондай. Сөйтіп таңдайтындар бар ғой, өз еркінсіз. Көп қой ондай. Өз еркінсіз таңдайтын. Сол қыз жігіттерге бір айтатын ақыл кеңес болса. Жалпы біріншіден, скорее всего, көпшіліктің таңдаған мамандығы бәрібір мамандықтың өзі өзгереді. Жалпы да. Мұғалімдік қандай еді? 5 жыл бұрын сіздердің форматыңызда мұғалімдер қанша саусақпен санайтындай еді? Қаштық қой, Мысалы, мен өзім мұғаліммін. Негізгі мамандығым биология, география мұғалімі. 5 жылдың ішінде өзгерді ғой. Мен мысалы скорее классикалық мұғаліммін. Сіздер уже заманауи мұғалімсіздер. 10 жыл бұрын мүлдем басқаша еді. Сол себепті оқушыларға жалпы айтатын, таңдаған мамандық бұл соңғы нүкте емес. Таңдаған мамандық сіздердің жұмыс әлеміне бастаған қадамдарыңыз. И бұл қадамды дәл қазір кезде, 3 ай қалған кезде қазір бармаңыздар, немесе ол айту сәл кештеу болуы мүмкін. Егер таңдаған мамандықтарыңыз болса, біріншіден қазір психометриялық тесттер бар.
тегін тесттер. Вот просто жазып тапсырып көріңіздер. Негізі бесплатный тесттер бар. Описание қалдырып кетейін. Я вот шығарыңыздар, 16 персонал тест деген бар. И Гарнер тест, вот бәлкім редакторларға айтсақ, несін ссылкасын қалдырсын. Осы екі тестті тапсырасыздар, и соны тапсыру барысында кішігірім оқып рефлексировать етіп көріңіздер. Менде мысалы межличностный интеллект жоғары болса, мен адамдармен сөйлесуден ләззат аламын. Братан, кеттік шай ішейік, вот солай бар емес па? Олар сондай. Наоборот, экзистенциональный интеллекті жоғары болған адамдар, олар дүниеге не үшін келдік, әлем не үшін жаратылған деген сұрақтарды қояды. Солардан Ньютон пайда болады. Жаңа нетворкерлардан вот аңсаған пайда болады. Общение, печенье мысалы, да, подкаст. То есть әркім әртүрлі. Бұл тест нәтижесінде адам оқыған кезінде примерно өзінің интеллектін көрген кезде қай бағытқа қарай әрекет еткен түсіне жақын екенін түсінеді. Иә. Немесе натуралистский интеллект. Вот дәл осы. Осыны баяғыда мен де тапсырып көргем. Иә. Бірақ 25 жасымда тапсырып көргенмін. Қалай? Тамаша. Менде бәріне бар екен. Мынаған да болады деген сияқты. Көбінесе сол межличности, ең азы кинетический, математический ма сондай. Кинестетический интеллект бұл ұстап көру. Телесно-кинетический. Екіншісі математический, логика-математический интеллект. Ол былай жартылай бар, жартылай жоқ екен. Мысалы, бұл көп ойлану, есептеу, таблица жақсы көресіз ба? Excel, ары-бері. Бірақ мен Excelді, если маған былай берсе, мен жасап бере аламын. Бірақ оны мен махаббатпен жасамауым мүмкін. Мысалы, физиктерге көбірек керек. Бізге кайф қой. Тарихшыларға керек емес. Мысалы да, классикалық мамандықтардың біз доспыз ғой. Онда біз доспыз. То есть мамандықтардың сондай пересечениялар бар, то есть тоғысқан нүктелер бар, интеллектпен, жаңа қабілеттермен. Соларды көрген оқушылар базовый понимание пайда болады, түсінік пайда болады, и соған қарай даже біледі да, мысалы мен тарихқа түстім, бірақ менде контекст слабый, то есть тарих есте сақтау қиын, бірақ маған бұл тарихқа түсу ауылдан шығу мүмкіншілігін береді. Алматыға жету мүмкіншілігін береді. Маған стипендия береді мүмкіншілігі. То есть адамдар болады, вот мен өмір бойы тарихшы боламын ба деген ой болғаннан кейін олар тастағысы келеді оқуды. Керек емес, сен наоборот бұл инструментті қолданасың, сен өзіңді коммуникацияңды дамытасың, сабырлығыңды дамытасың, еңбекқорлығыңды дамытасың, и тарихтан GPA-ң нормальный болған кезде сен 3-4 курста не істейсің, қайда барғың келеді. Мысалы, маған транспорт ұнауы мүмкін, иә? Логистический компанияға барасың, бір бастықтың қасына сумкасын таситын ассистент боласың. Алғашқы 3 айда егер сен жақсы ассистент болсаң, сені ассистент ретінде ұстау невыгодно. Давай мен личный помощнигім бол дейді. Немесе дизайнға бар дейді. Сен өзіңді көрсетсең, тағы да есік ашылады. Сен 4-ші курстың ортасында сен уже нормальный специалист боласың, нормально. 4-тің соңында саған нормальный айлық ұсынатындай бір специалист боласың. То есть плавный переход жасауға болады да. Не обязательно бұл мамандық таңдадым, енді мен қаламаймын, мамам заставлять еткен еді, сол үшін түстім, бір нәрсе. Ол уже болған фактпен лучше сен ол астында бір ат пайда болды. Бәлкім барая қысқа, бірақ жетіп алуға болады да, келесі бір жерге дейін да. Лучше жетіп ал да, и келесіде түйе ма, немесе басқа бір Жигули қалайсың ба, келесі этап. Жигулидан кейін қарайсың, ескі Ауди бар. Тоже нормально, жетіп алуға болады. Келесі этап, сөйтіп бір қарайсың, Теслада отырасың, Тесладан өзің бизнес жетіңмен ұшып кетесің да, Америкаға, условно. Жақсы. То есть мамандыққа байланысты бұл подход қой. Адамдар қаншалықты детально и ұзақ мерзімді ойланса, детально сен қазіргі ситуацияны жақсы басқарасың, ұзақ мерзімді ойлансаң, бұл ситуацияны қайда апару керексің. Себебі мамандық болу, мамандық әлемі балаларға енді болатын, болашақта болатын дүние. Демек қазір мысалы оңтүстіктің балалары біз араладық қой, мысалы мен ел жұрт аралаған кезде оңтүстіктің балаларында бар ғой, әсіресе барлығы емес, бірақ көбісі оңтүстіктің балалары. Короче, ағай мен қайтсем де грантқа түсуім керекпін. Олар мынау мамандық дегенге қарамайды, короче. Ағай мен грантқа түсуім керекпін, грантқа түспесем ауылда мал бағып қалуым керек. Маған осы жерден қашу керек просто болды. Олар сол грант, сондықтан да олар курс оқиды. Олар сондықтан да ұбт-ға дайындалады. Сондықтан да бір тәсіл ретінде қолданады. Сіздерге тағы да айтайын, бізде Құдайға шүкір ғой, негізі грантқа 3-тен 1 түседі. Иә, по сути солай. Үндістанда болдық 2015-те. Сол жерде білесіздер, бір отбасыда, жалпы әл-ауқаты нашар болған кезде көп бала дүниеге келеді. Даже экономикалық тұрғыдан көрулеріңізге болады. Үндістан кедей саны өте көп. 1,5 миллиардтың где-то 1 миллиарды реально кедей. И олардың социальный рифт дейді ғой, ауылдан шығудың
кедейліктен шығудың жолы, бір семьяда 7 бала болатын болса, ішінде ең қабілеттісін анықтайды, папасы мамасы плюс 6 бала жұмыс жасайды. Бұл бала курсқа барып оқып грантқа ие болу үшін, и ол бала егер де оқыса 4 жыл 5 жыл оқып маман болса, бүкіл семьясын кедейліктен құтқарады, асырайды. Как минимум шанс пайда болады ол семьяда. Сол үшін ол жерде не, ол мемлекетте стандартный семьяның подходы солай. Бізде құдайға шүкір слишком ондай емес. Чуть напрягаться етсең, чуть вот миыңды жинақтап, тиктогыңды сәл жинастырсаң, инстаграмды сәл жинастырсаң, уақыт босайды. То есть чуть-чуть кішкентай қадамдармен, по идее, бізде реально мүмкіншілік көп негізі. Ну енді, конечно, біз енді Еуропаны қараймыз, США сияқты емес деген сияқты. Ол как бы біз США-да туылған жоқпыз, біз таңдаған жоқпыз. Ну, біз осы жердеміз ба, давайте қолымызда бар болған инструменттермен бар максимум результат көрсетейік. Бұны философиясын білесіз ба, кім қойып тастаған? Құнамай қойып тастаған, короче. Короче, мен мынандай нәрсе естідім, менің ұстазым бар, Омар Жәлел деген. Ол кісіге біздіңге кішкентай кезімізде айтатын, қандай әйел алу керек, қандай әйел алу керек деп ше. Одан кейін уже қандай әйел алу керек екенін біз білеміз да, уже баланы қалай асырау керек. Енді бізге мынандай айтатын, желательно енді барлығы Құдайдан, бірақ та өздерінің әйелдеріне 6 бала тапқызыңдар, 6 ер бала тапқызыңдар дейтін. Соны ойлап қоямыз, неге 6 ер бала, неге 6 ер бала деп ше. Соны Абай айтты дейді, короче. 6-ын біреуі Абадан болады дейді. Абадан дегеніміз не десе, арыстан баласы дейді. Яғни сен 6 ер балаң болса, сен по-любому іштен біреуі атып шығады дейді. И сол Абаданы қалғанын асырайды дейді. Яғни ол тек қана байлық мағынасында болуы мүмкін, мысалға болмауы мүмкін, мысалы би болуы мүмкін, старшын болуы мүмкін, болыс болуы мүмкін, сол тілдегі мағынада ше. Яғни іштен по-любому бір лидер шығады екен да. 6 ер бала. И сол бүкіл әулетті, жалпы айтқанда 99 ата бабасын қарғысынан ұшырамайтындай әрі қарай жол жалғастырады екен. Сөйтіп, одан кейін ойланып қалдық. Неше балам болады. Чуть бұл нәрсені сәл неткім келеді, себебі біздің подход любой балада Абадан болу потенциал бар ретінде қараймыз. Иә. То есть, ну, как бы біреу бар, қалғандары болмайды деген ретінде емес, бұл біреуі бір саланың Абадан болуы мүмкін. Екіншісі саланың Абадан болуы мүмкін. Екі балаң болса, екеуін де Абадан қыл дейінші. 6-ын да Абадан қылу керек. Болды, 6 болса. 6-ын и плюс 1 дүние келтіру керек, 10-ды Абадан қылу керек. Ол кезде бір аз болғаннан кейін айтқан шығар, сол кезде қазір енді мүмкіндік көбірек қой. Бәлкім біздің ойымыздың кеңдігі ол кісінің кеңдігімен қабылдай алмаймыз да. Бірақ имеется в виду, вот біз массамен жұмыс жасағаннан кейін әрбір балада потенциал бар. Просто әрбір бала Абадан болу шансы бар. Или ол кезде спрос басқаша болды ма? Иә, біреу мысалы жаңағы мебель саласында Абадан болады. Екіншісі подкастта Абадан болады. Үшіншісі білмеймін, техникада Абадан болады. Біреу вообще солардың бәрін продуктын сатып беретін Абадан болады. Деген сияқты. Қазір мамандықтар да көп, қазір енді былай қарасаң мүмкіндіктер көп қой. Баяғыда мысалға байлық көп болса да, енді ол кезде мүмкін спрос көп, басқаша шығар. Өйткені мысалға біз барлығын Абадан алайық, ол жақта енді шынымен спрос көбірек қой. Өйткені мынау Қазыбек биден сұраған ғой, сіздің қанша балаңыз бар деген кезде мен 1,5 бала ғана бар деген ғой. Біреу, өзім мысалға 4-5 баласы бар да, ер баласы 1,5 бала бар деген. Қалай дегенде бір ғана Бекболатым бар, қалғанын қосқанда 1,5 мың шығады деген ғой. Сондай нәрсе де, мысалы былай қарасаң ол генийдің балалары ғой былай қарағанда ше. Сондықтан мүмкін ол жақта спрос басқаша болған шығар десеңізші. Қазір мүмкіндіктер бар, қазір ақпараттық технология заманы десеңізші, максимально басу керек десеңізші қазір. Ну, ол жерде мысалы шынында, видите, бір сөздің ішінде көп астарлар қалдырған. Ол кісі енді біз оған миымыз жетпейді. Оған миымыз жетпеген екен, давайте біз барлық балаға просто. Дұрыс, енді ол кезде заман басқаша болды ғой. Қазір енді ақпараттық технология заманы бәрін қолдана білу керек. Тамаша. Бізде кішкентай кезімізде айтатын, мына баладан бірдеңе шығады дейтін. Потенциалын көріп қоятын еді, бір сол туыстар көріп қоятын еді, бірдеңе шығады дейтін кезде уже кішкене мотивация. Қойшы, мен сондаймын ба деген сияқты. Кез келген балада бір жақта болмаса да, басқа бір әйтеуір бір потенциалдар бар, оны мүмкін білмеуі мүмкін бала. Деген сияқты. Сол үшін жаңағы тестті тапсырып көріңіздер. Описанияда біз ссылкасын қалдырамыз. Сосын сен өз сол тесттен кейін өзің, мен мына жаққа қарай екен ғой дейтін уверенность пайда болады. Өйткені сен басыңда көп ойлар жүрсе, мынау ма деп жүрген кезде біреу кеп мынау десе, иә брат сол деп соның сөзіне еріп кетеміз ғой біз. Сол біреудің сөзіне ермес үшін сендерге өздерінің іштеріңдегі нәрсені сыртқа шығарып осындай тест берген екен. Соны өтіп көріңдер. Келесі сұрақ, енді мамандықты таңдап жатырмыз, сөйтіп жатырмыз. Бірақ қазіргі мамандықтар многопрофильный дейді ғой. Мына жаққа да кетіп қалады, мына жаққа да кетіп қалады ғой. Енді мамандық таңдап қойған, вот мынаған түсем дейтіндер бар. И сол түскеннен кейін ауыстыру мүмкіндігі немесе соны оқып жүріп параллельно басқа бір мамандық иесі алу дейтін нәрселерге
бір екі кеңес болса, өйткені түскеннен кейін болды онда оқи салайын онда до конца деп беріле салатындар бар ғой. Ертең өзімнің дефолтный 200 мың зарплатаммен өмір сүре беремін дальше. Баяғы мына баладан бірдеңе шықпады ма, ештеңе деп сөйтіп қалып қоятындар бар. Грантқа түсіп кетіңдер. Уже көрдіңдер ме, біз сенде полностью грантқа түсіріп жіберіп жатырмық. Содан кейінгі проблемаларын шешіп жатырмыз. Содан кейінгі бірінші курста, енді бірінші курс универ танып, сабақтар қызығып, сөйтіп өтіп кетуі мүмкін. Бірақ екінші курста уже дәл сол мамандыққа байланысты точечный сабақтар қосылады ғой уже. Профильный предметтер қосылады. Уже бірінші курстағы жаңағы әлем дейтін андай жүрістерің жоқ деген сияқты. Сол кезде уже ойлана бастайды да, артқа қайтайын десең сен уже 2 курс оқып тастағансың, дальше жүрейін десең әлі сондай 2 курс бар деген сияқты ғой. И соларға бір лайфхак па білмеймін, әйтеуір сол кезеңдерден өтіп кететін бір. Бұл жерде давайте бір ықтималдар бар ғой. Біріншісі тапсырып түсе алмай қалатындар. Шанс бар, то есть гарантия жоқ. Бірақ енді бұл өмірдің соңы емес қой. Шетелде вообще gap year деген бар. Gap деген сен мектепті бітіресің, жұмыс әлемінен хабарың жоқ. Вот қазір оқушылардан сұраймыз, маркетолог болғың келе ма, әлде маркшейдер болғың келе ма? Екеуін білмеген бала, какая разница қайсысын таңдайды? Білмейді да, марк қызықтау сияқты деп таңдайсың да, сөйтіп барып құрылыста жүресің, не в тему да. То есть мамандықтар әлемі бізге пока белгісіз ғой. Шетелде не істейді, барады, жұмыс жасап көреді. 2-3 ай жаңағы официант болады. Сен ол жерде хорека саласын ішінен көресің. То есть екінші туристический агентствоға барасың, менеджер по продажам болып көресің. Туризмнің ішінен көресің, мынау бастық, мынау маркетолог осылай жұмыс жасайды. Одан кейін құрылысқа барасың, тоже вот грузчик болуы мүмкінсің, білмеймін енді. Жаңағы аппаратпен жасайтын грузчик та. Бұл жаңа сіздің тестіңізді реальный өмірде. То есть шетелде бұл нәрсе нормально. Бізде ғой, как будто вот түспесең басында алатын сияқты да. То есть бізде ЕНТ кезінде реально суицид өседі да, бұл тоже проблема негізі да. Сол себепті шетелде бұл нәрсеге адамдар қалай қарайды? Бір этап сияқты да. Бардың, жұмыс әлемін танысып көрдің, өзіңе уақыт алдың, и сен 1 жыл жұмыс істегеннен кейін, главное, просто күніне 2-3 сағат дайындығыңды жасайсың, чтобы ұмытылып кетпесін да, білімің, базаң. И одан кейін келесі жылға тапсырдың, уже сен тапсырған кезде 90% дұрыс шешім қабылдайсың, скорее всего. Қазіргі таңда 90% скорее қате шешім қабылдайсың. 10 жылдың призмасында сен наоборот түсіп кеткендерге қарағанда сен алда болуы мүмкінсің. Сол үшін gap year деген нәрсеге бір қарап көру керек. Бұл бірінші вариант. Екінші, түсті, грантқа түсті, немесе грантқа түссе, уже сен грантты ақтау керексің. То есть гранттан құлама, бірақ бұл жұмысты көбінесе студенттердің кеше біз не жасадық, мұнай газ саласында 90% ол салада істемеймін деп шешіп қабылдайды екен студенттер. Представляете, түскеннен кейін адам көреді, блин, бұл менікі емес. 90%. Вот, и нәтижесінде не? Қалған 10% қазір тұшода. Скорее всего, олар жақсы результаттарды. 90% әлі жаңағы күрішпен жүреді да, былайша айтқан кезде. Бақытты методпен. То есть мәселене гарантия жоқ, сен ол жаққа түссең, тоже бақытты боласың деген. Бірақ сен как минимум мұнай саласының ішінде бәлкім сен маркетолог боласың. То есть мұнай саласының ішінде сен хотя бы 4-ке оқы, 3-те 5-ке оқы. Аналитик. И сен аналитик болуы мүмкінсің, бизнес аналитик болуы мүмкінсің. Немесе уже параллельно IT курстар бар. Курсера Қазақстанда тегін. Мысалы, сондай курстар көп қазір. Оқисың, немесе Техорда деген ашылған қазір. Проект, мемлекеттің проекті, сен жаңағы частный IT мектептерге барып білім аласың. Не обязательно университетте 4 жыл оқу керексің. Сен мұнай газ саласының базовый білесің, IT-ді базовый білесің, екеуін біріктірген жерінде жұмыс жасау мүмкінсің. Мұнай газ саласын оцифровать етумен айналысасың. IT-шниктер мұнай газды біле ма? Скорее жоқ. Мұнайшылар IT-ді біле ма? Жоқ. Бірақ сен как раз таки екеуін жаңағы байланыс нүктесі болуы мүмкінсің. То есть точка соприкосновения. То есть таңдаған мамандықтың егер ұнатпаған адамға да ұнататын тапқан кезде екеуінің ортақ нүктесінде шығуы мүмкін. Менің досым медицина оқыды 2 жыл, одан кейін барып шетелге түсіп кетті. Инженерия, биомедицинский инженерия оқыды, одан кейін Қазақстанға келді, қазір топовый компания иесі. Не үшін? Ол медицинаны біледі іштен, бірақ медик емес, 11 жыл оқиды. Түсініп тұрсыз ба? То есть сатумен, инженерияны біледі, сату әңгімелесуді оңтүстікті білесіз ғой. И общение печенье, и плюс жаңағы инженерия, медицина, общение печенье ортасында компания ашты да. То есть адамдардың бірінші очередте өзінің қызығатын нүктесін табу керек.
и вот тапқан кезде уже біріктіріп бастайды. Мысалы сізде де сондай ғой, физика классический мұғалім не үшін болмадыңыз, Нұреке? Не үшін мектепте қалмадыңыз? Мектепте қалмау себебім негізі көшуім Астанаға. Негізгі себебі осы да. Қайта оралу жоспарым бар негізі. Яғни мейлі, бірақ көп сағатпен болмаса да, мен еще кішкене арасында сұрақ қоямын. Мен Астанаға көшіп келгенді хабарладым, бірақ маған ешкім жазған жоқ, біздің мектепке келіп сабақ бер деп ше. Мен негізі болашақ мұғалімдерді солай қараймын. Яғни мектептен жүрегі мұғалім деп айтамыз ғой. И мектептер мұғалімдерге таласу керек жағдайға келу керек деп ойлаймын. Яғни болашақ мұғалімдер болатын болса, негізі мұғалімдердің жетіспеушілігі аралыққа 5-10 жылдың ішінде өте жоғары. Ол қай пән болса да, ол тарих болса да, ол информатика болса да, матем болса да, әдебиет болса да, мұғалім жетіспеушілігі өте көп, особенно ауыл мектептері. Енді кейбір қала мектептерінде де солай негізі. И мынандай да, сол саланың бір үздігіне жетіп алғаннан кейін мектеп саған таласу керек деп санаймын. Ондай талас болмаса, әзірге оны мектептер түсінбеді деп ойлаймын. Түсініп жатқан кейбір адами капитал ғой, бұл как раз сіздің негіз. Соған келу керек деп ойлаймын да, болашақта. Бірақ қазіргі нем көшуім сол. Маған ұсыныс түспегеннен кейін менде қатты нем жоқ, бірақ осы жылы жазда өзім іздеп көремін енді. Сосын жұмысқа. Частный школалардың құлақ. То есть вот давайте былай қарайық та. Мектепте бір аптада қанша сағат жұмыс жасайды мектепте мұғалімдер? Мұғалімдер негізгі бекітілгені 18-де бекітіледі. Мысалы, давайте 20 деп алайық. 20 деп алайық. Қанша оқушыға береді сабақ? Примерно 200 ке? Шамамен. 5 класс, 6 класс, 120-дай бала береді. И мысалы, сіздің 20 сағатыңыз 200-ді 20-ға көбейтсе қанша болады? 4000 ба? Мысалы, сіздің 4000 сағаттық үлесіңіз бар. Енді алайық, давайте, сізде онлайн мектепте қанша оқушы бар? Жуықтап 2000-дай. 2000. Оларға қанша сағат сабақ бересіз? Оларға аптасына ма? Аптасына, үш рет береміз десек, мұнда аптасына 3 рет 12 сағат болады. 12 сағат. Енді 12-ні 2000-ға көбейтсеңіз қанша болады? 24 мың. 24 мың. Мысалы да? То есть сіздің сағат саны көбейіп жатыр ғой? Сіздің сағат саныңыз аз ғой негізі. Видите, сіздің сағатыңыз құны артты. Әлде қайда өсті. Негізі барлық адам сонымен айналысу керек. Сіздің сағатыңыз құнды болу керек, өміріңіз құнды болу керек. Мәселе сол. То есть, видите, как бы сіздің өмірде бәлкім фейл болған нәрсе, наоборот, преимущество айналуы мүмкін, да? Вот оқушыларға да байланысты. То есть, мамандық таңдадыңыз, түстіңіз, ұнатпай қалдыңыз. Жоқ, ол өмірдің соңы емес. Нұреке сияқты переигрывать етуге болады, да? И осындай запусктар, осындай жаңағы үлкен іс-шаралар жүзеге асыра аласыздар. Болуы мүмкін. А вообще, жақсы көрсеңіздер, просто басу керек, да, тезірек. И желательно 3-4 курста бұл саламен байланысты жұмыс орынға хотя part-time жұмысқа кіруге тырысу керек. Даже тегін болса да. Бізде Әлбиға екеумізде мысалы кураторлар бар ғой, курстың ішінде. И кураторлар негізі көп жағдайда осы именно жағдай мұғалімдікке оқитын болып келеді. Мысалы менде физика, математика мұғалімнен түскен студенттер қазір, өзімнің оқушыларым, и солар куратор жұмыс істейді. Яғни олар уже оқушылармен қалай тіл байланысу керек болады, ана есепті қалай түсіндіру керек, ананы қалай үйрету керек. Яғни олар уже жаңағыдай біз бір жыл демалыс алмай, олар өзі түскеннен кейін сол жұмысты шетін уже көріп жатыр да. Оларға менің ойымша қазір студенттерге берілген онлайн курстар, особенно офлайн курстар тоже деп ойлаймын. Яғни өзің мамандығыңа түстің, мысалы сен математиксің, допустим, и жүріп өзің оқи берсең болады да, бірақ ол применениесі болу керек та. Сәйкесінше сен бірінші курста жүріп алып, өзіңді ұсынсаң болады. Онлайн курстарға. То есть даже столдың үстінен тұрмай жұмыс беруші адам тауып алдық. Репетитор болуға деген сияқты. Репетитор болу. Мен осы Астанада оқыған кезде, бірінші курста оқып жүрген кезде, менің бірінші курс досым бар, ИНУ-да оқитын математикаға. И ол репетитор болып жүретін. Қалай сен өзің оқып біреуге репетитор? Ну, пока что мектептен басталатын, ертең уже екінші курстан кейін уже универдегілерге репетитор боламын. И сөйтіп уже үшінші курстан, ол уже 3 пен 4-те уже кәдімгі образовательный центрда тұрақты репетитор болып кетті да. Молодец. Красавчик. Өзінің мамандығынан бөлек тағы бір мамандық қой. И сол кезде ертең оқып бітіргеннен кейін уже таңдау болды ғой, менде мына жақта больше шанс, больше андай деген сияқты. Енді қазіргі балаларда жаңа потенциал анамынан айттық қой. Енді примерно деп айтайық,
өйткені мынау демей осы қазіргі балаларда заман талабына сай болу керек қасиеттер. Сол үшін табандылық деген сияқты сондай бір қасиеттер ертеңгі мынау ұбт-ны тапсыруға, сосын мынау универге, яғни үлкен өмірге бүйтіп пайдасын тигізетін. Мына жақтан сендер күштірек болсаңдар, сендер кез келген нәрсеге дайын боласыңдар деген сияқты. Әйтпесе қазір бәріне дайындала беріңдер, ертең көресіңдер дальше не болатынын деп айтпаймыз ғой. Осы бір өздеріңіз білетін, білмеймін, өздеріңіз ұсынатын дейік па, осы қасиеттер болса, сендерде осы нәрселерді, навыктарыңды дамытсаңдар деген сияқты. Әлібек мырза. Енді мен кезінде мен ұстаздар неге қалай үйретті, соны айтайын. Ол мен өмірлік тәжірибемде қатты әсер етті. Мысалға, мен ұстаздарым айтатын баяғыда, Әлібек, дипломатичный бол, әр адаммен тіл табыса біл дейтін айтатын. В первую очередь. Әр адаммен тіл табыса біледі. Мысалға мен айтатын, мысалға, жұмысқа тұруыма да, сіздермен араласып кетуіме де, одан кейін бір ортаға түсіп кетуіме де, ол маған керемет әсер етті да. Сондықтан да енді ол мен мүмкін табиғи талантым да болуы мүмкін, ішінде жатқан ше. Мен просто оны жандандырған шығармын. Бірақ та бір айтарым, яғни көп оқушылар қазір ұялады да, өте қатты ішінде қатты ұялады. Мысалға, кейбір оқушылар болады, сразу айтады, Әлібек ағай, осылай, мен сізге сразу куратор болып жасайын, куратор болып кірейін, қазірден бастап. Яғни ол уже жаңағындай общение ұстай алуында, қарым-қатынас түзей алуында, контакт орната алуында уже көзге түсіп жатыр да. Біреулер айтқысы келеді, бірақ ана ішінде тұр да, шығара алмай қалады бірінші. Сондықтан соны шығарсын деп айтамын. Оны оны бір талантын өзгертуге болады, дұрыс па? Яғни оны көбейтуге болады, жандандыруға болады. Сондықтан да сондай бір қабілет айтамын. Сосын мен Польшада оқып жүрген кезде маған мынандай нәрсе айтатын. Сендер 3 жануар сияқты болыңдар дейтін студент кезінде. 3 жануар сияқты сендер өсіреді деп айтатынбыз. Біз отырамыз ғой, ойлаймыз ғой, короче. Арыстан айтады, айдаһарды айтады, короче. Сұмдық жануарлармен теңейміз ғой өзіміз. Тұрады да, короче. Тұрады да, короче. Әтеш дейді, есек дейді, мысық дейді ғой, короче. Құмырсқа жоқ, тұрасың да, короче. Неге есек деген сияқты. Хотя бы тұлпар болмай ма деген сияқты ше. Андай, тұрады да, соны ойлаймыз. Ал енді айтыңыздаршы, философиясы не деймін ғой, короче. Әтеш сияқты ерте тұрыңдар дейді да. Енді ол біздің қазақ философиясында бар ғой негізі, магия утра дейді, одан кейін ерте тұрған жігіттің бір жұмысы артық болады деген сияқты. Шынымен де ерте тұрыңдар, до обеда ұйықтамаңдар, осылай нақты, өздеріңіздің уақыттарыңызға бейімді болыңыздар дейтін. Екіншісі есек сияқты дейтін. Біз түсінбейтінбіз, неге есек деген сияқты. Есектің бірақ та еңбегі адал, бірақ еті арам ғой. Яғни есекке қанша жүк артсаң да есек жүреді. Түйе, жылқы жүрмей қалуы мүмкін, егер де ол жаңағындай қатты ауыр болса ше, кәдімгідей мінезін көрсетіп ше. Есектің қатты мінезі жоқ, жүре береді есек. Сол сияқты дейді да. Яғни сендерге мысалы оқушы кезінде немесе студент кезінде мына кітапты оқу саған керек болады, мынаны оқы деп мұғалімдер арта береді. Қойшы деп нетпей қалсаң, көнбесең болмайды да. Яғни ұстаз сенен потенциал көріп тұр, саған қажетті ресурстан беріп тұр, қажетті источниктен беріп тұр, міне біліп тұр, осыны оқып алып сен уже кішкене тәжірибе алатын, ой өрісін дамытатын болды. Сен оны қабыл алуың керексің туф деп андай кейінге алдыруға болмайды, короче. Қойшы деп ше. Все, арта берме, шыдауың керексің. Есек сияқты шыдауың керексің. Кәдімгідей ол өмір мектепте. Үшіншісі мысық дейді. Яғни саған, сенің қасында жүретін адамдарын саған ұрсып, ақыл айтып, яғни ұстаздарында, университеттегі ұстаздарына, қазіргі ұстаздарында ақыл айтып, мынау дұрыс емес деп қазір сендерге тікелей айтатын болса, онда мысық сияқты момын болыңдар дейтін. Мысыққа қанша ұрасың да момын болады ғой. Сол сияқты кәдімгідей момын болдым дейтіндер, короче. Сондықтан да мен қазіргі оқушыларымды онлайнда мен осыны ақыл айтып жатқан кезде осы нәрсені айтамын да. Жандандырып жүріңіз енді сіз. Бұл MP3 қылып бердім. Концепция 27 жасқа дейін менің ойымша. 27-ге дейін? 27-ге дейін бұл рабочий схема. 27-тен кейін? 27-тен кейін жоқ. А дальше 27-тен кейін ол скорее ешек болып қалады. Әтеші выгорание болады. Әтеші выгорать етіп қалады. Одан кейін үшіншісін еді. Мысық. Уже мысық болғың келмейді, уже надоел дейсің, жасың үлкейген, уже сақалың өсе бастады, былайша айтқан кезде шашыңа қара бастады, уже мысық болу желание болмайды. Тырнап бастайсың. Көріп отырған оқушыларға универге дейін осындай. Короче, бұл реально 27 жасқа дейін бұл өте рабочий инструмент. Үйленгенге дейін ше? Не обязательно. Анау тиктокта әйелің тигрица болса қиын болып қалады. Реально мен қазір 27-темін бұл схеманы қабылдамаймын да. Уже, короче, бұл жерде не үшін айтып жатырмын 27 деп. 27-ге дейін адам бір салада эксперт болу керек. 27-ге дейін ұшып, қонып жүріп эксперт бола алмайсың. Айтады, ағаш отырған жерінде көгереді дейді. То есть сен бір салаға кірдің ба, ол салада 10 000 сағат теориясы бар емес па? 10 000 сағат сен бір нәрсе істесең, бәлкім сапалы 5 000 сағат істесең,
сен қоғамда реально супер эксперт боласың. Сен эксперт болған кезде вот елестет, сен бірінші фундамент қалыптастырдың, т әрпінің да, вот қалыптастырдың, сен тереңі бар, биіктігі бар, уже сен мықты бір столб қойдың деп ойла. Одан кейін уже 27-28-ден кейін не болады? Сен уже коммуникация, дипломатия, управленческий навыктарды дамытып бастасаң болады. Вот Әлеке, сіз қанша сабақ бере аласыз аптасына максимум? Оңай ма? Иә. Вообще, өзіңізге қалдырса қанша сабақ бере аласыз? Так, 8-9 сағат. Мысалы да? Иә. Бірақ сіз онлайн курс жасау арқылы 8 сағатыңыз 1000 адамға жетеді. Дұрыс па? Иә. Уже сіз 8 сағат емес, сіз на самом деле 8000 сағат өтіп жатсыз. Иә. То есть бұл жерде не? Сіздің бір салада эксперт болғаннан кейін сіз ол саланы түрлендіріп бастадыңыз. Иә. Онлайн сабақ, маркетинг қостыңыз, иә? Егер сіздің тарихыңыз слабый болса, маркетинг пайдасы болатын бе? Жоқ. Қанша таргет қойсаң да болмайды ғой. Вот, мәселе сол. То есть бірінші тының несін жасау керек, вертикальный линиясын жасау керек. Бұл 27-ге дейін. 27-тен кейін сен бәрібір лидер ретінде мен деген нәрсе, то есть мен емес та, өзіңнің сенің жақсы эксперт болуың ол нәрсеге құнды төлемді талап етеді, абырой талап етеді. То есть сен мықты мамансың, бірақ ауылда жата берсең, ол қоғамға пайда істемейді. Қоғамға пайда істеу үшін сенің ықпалың пайда болу керек. Ықпал ету үшін, сен уже уважение требовать ету керексің. То есть уважать етпейтін адамды сен просто кругыңда ұстама. Бірақ бұл 27-тен кейін. Оған дейін де как бы өлтіріп қоймау керек. Ішінде тигрін бар емес па, арыстаны ше. Айдаһарды қосу керек, сіздің ойыңызда бар емес па. Айдаһарды просто басын сипап, кішігірім шыдату керек та. Мына үшеуі өзінің жұмысын істеп болған кезде, үшеуінің объемын төмендете салған айдаһарды өсіре бастайсыз. Айдаһар не істеу керек? От жағу керек, өзгерістер алып келу керек и реально көпшілікке пайдалы болу керек. Мысалы мен госслужбада істеп жатқан кезде бізде андай адамдар болатын, ішіндегі білімі ше тұнып тұр да, 6 тіл біледі, бірақ ішінде айдаһар жоқ та, короче, не жоқ та, короче. Вот, түсіндіңіз бе? Яғни айдаһар ұйықтап қалған болып тұр десеңші. Иә. Ондай дегені, момын болып жүре береді да. Момын болып жүре берсең, сен идеальный эксперт боласың, бірақ біреудің жұмысшысы боласың өмір бойы. Біздің халық бәрі басшы болсын дейді. Сразу бастық қалай. Еркін халық қой. Қанда. Осы кресло кім дайындап қойды екен? Кішкентай кезінен бастап соған тәрбиелейді ғой. Ертең бастық болатын болады. Халыққа қызмет ету мінезін деген осы десеңші. Сол мінезді өлтіріп қоймау керек та. То есть орта жолды ұстау керек. Мынау керек, бірақ слишком мыналар болып кетпеу керек та қайтадан. Ол өте маңызды. Қазір тиктокта тренд бар негізі, жұмысты көп істей беретін адамдар жаңағы мен не шақың деген көрсеңіздер болады. Сосын барып өшіріп тастаңыздар тиктокта. Көру керек. Көріп сразу өшіріп. Ал инструмент қой, просто дұрыс қолдану керек та. Иә, инструмент баяғыда неғұрлым азайған сайын качество соғұрлым тоже азаяды деп. Мысалы үшін TikTok 6 секунд, 10 секунд, Instagram одан более качественный, YouTube одан да более качественный, YouTube'тан дальше кетсең уже кинотеатр деген сияқты, олар уже качественный деген сияқты ғой. И солай өздерінің, бірақ инструментті қолдану ол өз еркілерінде. Instagram'да, YouTube'да, бүкіл жерде оларда алгоритмдар бар. Сен не қарайсың, соған қарай қойып береді. Сондықтан менен бір лайфхак, мысалы үшін YouTube'тарыңды настроить ету үшін бір бетін просто не интересует, егер қызық болса лайк басып, смотреть позже қойып, и солай ютубты бір насырать ету. И тиктокта да солай. Мысалы үшін саған қайдағы біреулердің видео шыға берсе, просто каждый ерінбей бір 3 секунд алады шығар, не интересует деп аласың. И сол сияқты саған уже жақсы бір алгоритмі бар нәрсе қойып береді. Кеше просто қызық кейс болды. Көмекшім айтады, Инстаграм өшіп тастадым дейді. Айтамын, неғып өшіп тастадым? Искушение болмасын, менің назарымда алып тастамасын деп. Айтам, негізі ниет дұрыс. Бірақ айтам, сен түбінде білесің ғой, болашақта қиын ситуация болса, сен адам маған зиян тиюі мүмкін деп өлтіріп тастамайсың ғой каждый раз. Просто Инстаграмды сен қолдана алмау, бұл сенің проблемаң ғой, сен мына жерінде проблемаң шешсең. Инстаграм жаман нәрсе емес қой. Жалпы да. Тоже нәрсе деген сияқты. Мысалы үшін мына суды күшті ішуге болады, или там осы сумен біреудің басына су жерге болады деген сияқты. Инструмент қой. Мысалы үшін мынандай нәрсе бар Инстаграм бойынша. Инстаграмда 400 адамға подписымын, бірақ 200 адамның сторисін скрит етіп қойған. Маған олардың сторисындағы нәрсе қызық емес, олардың стористарын көретін адамдарға арналған. Маған емес, егер важный нәрсе болса, ол пост қылып салады, немесе звондайды, немесе WhatsApp-тан бірдеңе істейді деген сияқты.
біреудің мысалы үшін қазір біреу көкшетауда жүрсе, көкшетауда жүрген маған керек емес. Иә. Не істеймін оны? Ол маған Алматыда керек. Алматыда болған кезде ол маған жазады, звондайды деген сияқты ғой. И солай подписан болып тұру дейтін ол из-за уважения ғой. Дос қарым-қатынас сақтау үшін негізі. Иә. Ол да болуы мүмкін. Бірақ мысалы маған ол категория өтпейді. Тоже бір досым айтады. Иә, досым айтады, жоқ, мәселе досым подписаться ет, подписаться ет. Түсінбеймін. Сөйтіп бір күн айтады, неғып маған подписаться етпейсің? Ренжиін. Мен айтамын, подписаться етсем көру керекпін ғой деймін да. Мен өзіме солай қараймын. Қызық емес болса мен подписаться етпеймін деймін. Сені қарадым бірнеше рет. И маған қызық болмады. И ренжиді, как бы айтамын, сен екеуміз не обязательно өмірде и инстаграмда бірдей болу керек да. То есть ол адам ренжуі нелогично менің ойымша да. Бәлкім по-своему өзінің правдасы бар, менің өзім правдам бар да. Ну где-то истина где-то рядом дейді да. Сол үшін мысалы маған ол өтпейді. Ол нормально. Мен реально қарамайтын болсам просто отписаться етемін. Уақыт-уақытпен қарап отырамын. Типа кейс үшін ғой. Иә. Бізде типа афиша бірдеңелер болады деген. Мен жұмыс спецификасына байланысты, ол жұмысқа байланысты. А былайынан екінші аккаунтым бар, таза класстастарымды көретін. Класстастарым бар, группаластарым бар, екінші аккаунтым. Ол жерде уже бүйтіп не істеп жатыр екен мына дейтін ондай да аккаунтым бар. Ол жақтан қараймын. Сондай кішігірім лайфхак. Сендер ертең Инстаграм, ТикТок дейтін нәрселерін бәрін қазірден бастап пайдалы қылып алмасаңдар, ол ертең өзінің жаман эффектісін береді, отвлекать етіп жібереді, немесе там біреуге күніне 10 ТикТок жіберіп отыратын балалар бар ғой. Просто ТикТок қарайды да, приколдар жіберіп отырады біреуге. Сонымен айналысатын адамдар бар деген сияқты. Сосын қазір мынандай нәрсе бар айтпақшы. Синдром самозванца дейді ғой. Бағана біз кішкентай кезде қазақта сөз бар ғой, жігітті бәрекелді өлтіреді дейді. О деген кезде и сол баладан көп нәрсе күтіп қалады ғой. Мысалы үшін бүкіл надеяться етіп қалады. 1 граммды алса болды. Әлемді жаулағандай қылып, сен молодецсің бүйтеді да, и ертең пробныйдан 75-80 алып қалған кезде бүкіл тауға шығып келе жатқан кезде құлайды, эмоциясы кетеді да, не болып жатыр, не кетті. Сосын ана балада уже андай бағана мақтап жүрген кезде күшті болып кетеді да, алған кезде көтере алмай қалады ғой, өйткені ол өмір бойы ондай нәрсеге дайын емес та. Ода андай бір бүйтіп баланс болмағанда, бір жол болмай емес, всегда әйтеуір сөйтіп күшті болып жүрген кезде баяғыда андай бар еді, неге отличниктердің көбісі кейін бүйтіп қалады ғой, кейін үлкен өмірде дейді да, неге двоечниктар, троечниктар жақсы адамдар болады, өйткені олар сынаққа үйренген да, сен 2 оқи алмайсың десе деп отыра береді ғой, кейін өмірде де сен бірдеңе жынды ма деп сөйтіп кетіп қалады деген сияқты. Мен барлығын айтып жатқан жоқпын, ол среднестатистический нәрсе. Мен отличниктердің бәрі күшті, бірақ жұмыс істей алмайды, немесе двоечниктер деп жатқан жоқпын, ол өздеріне байланысты, индивидуально. Но бұл статистика сол айтады, сондықтан солай деген ба. Синдром самозванца. Мынау қазіргі оқып жүрген отличниктер қорқады, немесе қазір оқи алмай жүргендерге де ол уже синдром емес, ол жақта уже андай қорқытады ғой, сен оқымайсың деген сияқты сондай бар. И соларға екі тарап қана ғой, андай между делом жүрген ешкім жоқ шығар. Не анау емес, не мынау емес болса, онда более отличникке қарай ұмтыласыңдар ғой негізі. Соларға бір-екі кеңес айтып жіберсеңіздер, там бірінші синдром самозванца отличник екеуі бір ма негізі? Синдром самозванца деген бар, синдром отличника деген бар. Екеуі екі түрлі синдром негізі. Отличник деген не? Ол барлығын 5 алу үшін, то есть какой-то бір образға сай келу үшін істеуге тырысатын адам. Синдром самозванца сен бір нәрсеге лайық емес сияқты өзін сезінесің. Вот сен кітап оқыдың, білімің алды, мен қазір қолымды көтерсем 4 алып қалсам, 3 алып қалсам, мұғалім бір нәрсе деп айтса, өзіңе сенімсіздіктен көбірек келеді. Өзіңе сенімсіздіктен көбірек самозванца келеді. Синдром отличника бұл көбірек басқалардың ой пікіріне сай келу үшін істейтін дүние. Екеуінің чуть-чуть вот несі бар, айырмашылығы бар. Енді менде мынандай кейстер болады. 5-ке оқитын балалар, яғни алтын белгі, жаңа қызыл дипломға көбінесе олар ұялшақтар келеді, короче. Яғни менің курсымда Қазақстан тарихын басқа курста оқығандар болсын, нөлден бәрі нөлден бастайды да менде. Бәрі нөлден бастайды. Енді нөлден бастаған кезде мен сразу айтамын. Әсіресе алтын белгі 4 пен 5-ке оқитын оқушылардың құлақтарының алтын сырға деймін. Синдром жаңа самозванцамен ауырмаңдар деймін, короче. Өйткені неге бәрі нөлден бастағаннан кейін жаңағыдай мен сұрақ қоямын, жауап береді, жауап бергеннен кейін бәрі күтеді да, дұрыс жауап береді деген сияқты. И провал болған кезде болды, короче, ол оқушы өшеді одан кейін. Қолын көтереді, енді жауап берейін деп жатқан кезде
миына сигнал кетеді, может неправильно айтып қаламын, одан кейін бәрі маған күледі ғой деген сияқты ше. Лучше тыныш отыра берейін, короче. Лучше көзге көрмей ақ қояйын, тыныш отыра берейін деген сияқты ше. И бірақ та дұрыс жауап мүмкін отқан кезде ойбай айта салу керек деген сияқты. Мен айтамын, синдром самозванца ауырмаңдар деймін. Вот конкретно, өйткені әрбір оқушы бірдей емес. Мысалға, біреуде бір оқушылар болады андай феноменальная память болады да, анау любой дата жаттай береді, короче. Бірақ та ол оқушы адамның аттарымен шатасады. Просто шатасады. Орыстардың аттары ше, орыс ғалымдардың аттарын жаттай алмайды анау, короче. Біреулер болады жер су аттары, индивидуализейшн төмен контекст. И жер су аттары біреулер болады жаңағындай қарапайым біледі, оңтүстік қайда, солтүстік қай жерде, жаңағындай өйткені жаңа футбол көру мүмкін да ер бала ше, сондықтан соның арқасында білуі мүмкін. А біреулер болуы мүмкін қарапайым оңтүстік қайда екен, батыс қайда екен білмейді да, өзінің қай жерде орналасқанын білмейді, оңтүстік ба қай жерде. И мен айтамын да, біз бәріміз нөлден бастадық. Вот ұялмаңдар, просто сендер кәдімгідей білімге аш болып келіңдер. Вот білмейсің ба, сұраудан ұялма, бәріне қатысты. Яғни міне ағай, Абылай хан шынымен де Әбілмансұр болды ма, что-то сам мені ұстап тұр, ағай осыны бір подтверждение сұраңдар деймін да. Ертең сұрамай қалады, содан балдарым төмен болады, сосын кім кінәлі болады, мен кінәлі боламын. Ал мен мақсатым сендердің результат шығару деймін да. И маған әрбір оқушының аналитика жасау үшін сол керек болады да. И сөйтіп бір шешіп аламыз. Оған енді сразу бола үйренбейді. Бір-екі аптадан кейін олар бір-бірін обязательно потокта, группада бір-бірімен танысып, бір-бірін үлгі алып салған кейін, яғни олар уже ұялмайды да бір-бірін. Ол үшін біз жұптық жұмыстар жасаймыз, специально. Жұптық жұмыстар біз сол үшін жасаймыз. Негізі ол білімдерін, ғылымдарын көбейту тағы бір мәселе, яғни бір-біріне үйренісім, бір-біріне жаңағыдай ұялмасын деген сияқты. Келесі мәселе бар. Троечниктердің мәселесі бар, короче. Олар да менің курсымда оқиды. Андай Конфуций айтады ғой, короче. Оқушының 4 түрі болады дейді, короче. Біреуі ананың құрсағында жатып, ғылым білімге құштарлығы бар оқушы дейді, короче. Ол анда 1000 жылда бір рет, 100 жылда бір рет өмірге келуі мүмкін. Екінші оқушының түрі болады дейді, короче. Оның жақсы ата-анасы болуы мүмкін, жақсы жаңағындай ортасы болуы мүмкін, соның салдарынан оқып кетті дейді да. Үшіншісі бар дейді. Яғни ол андай амал жоқтан оқиды дейді да. Амал жоқтан, грант керек, болды, ауылдан кету керек, амал жоқтан оқиды дейді. Үшіншісі. Төртінші оқушының түрі бар дейді, ол оқушының және де ең адамның жаман түрі дейді да ол. Ол ортасы да тапқысы келген жоқ, короче, ішінде таланты да жоқ, и оны жаңағы жандандырмайды да, и амал жоқтан да оқымайды, бәрібір оған, короче. И менде көбінесе жаңағы 3 оқушылар келеді ғой, и әрбір оқушыны жаңағындай анықтап аламын, так мынандай оқушы, мынандай оқушы, и болды. Специально оқушылардың арасында жарыстар ұйымдастырамын. Бір қызықтысы, енді бізде топтар арасында жарыс болады ғой, топтар арасында жарыс болған кезде жаңағындай отличниктер, троечниктер тартады да. Оқытады, қосымша тартып, сөйтіп жаңағы араларында жақсы конкуренция пайда болады. Конкуренция болған кезде, ең конкуренцияды шығару үшін мен специально 20 мыңдық, 10 мыңдық, 5 мыңдық сыйлықты беремін. И кәдімгідей қазірден бастап оқушы кезінде мынау синдром самозванцаны өлтіруге и жаңағындай троечниктерді пысықтауға қатты жұмсай саламын. Өйткені ертең олар университет кезінде осымен проблема болмасын деген ниетте ше. И мысалға айтқан университетте мен кезінде университетте талай сонымен ауырдым да. Мен соны кәдімгідей гуманитар пән болғанда бізде математика оқыған кезде мен кәдімгідей қиналадым. Білемін жауабын. Бірақ та айтуға ұялатынмын, короче. Қате болып қалса ше. Иә, қате болып қалса ғой, балалар айтады, енді алтын белгі еді ғой. Алтын белгінің осы қате кетіп қалған қалай кетті деген сияқты ше. Сұрау ұялу керек те, короче. Сондықтан да сіз не дейсіз? Керемет па? Иә. Шахмат бір кісімен сөйлестік, тоже баласын шахматқа беремін дейді. Я айтамын, мақсатыңыз не үшін бересіз балаңызды? Чемпион. Чемпион, вот кейбіреулер реально баласын шахматқа чемпион қылу үшін береді. Иә. Кейбіреулер, и ол кісінің айтқан жауабы өте қатты ұнады. Шахматта всегда жеңе алмайсың дейді. Сен өмірде әрдайым жеңе алмайсың. Әрдайым жеңімпаз болу мүмкін емес. Өмірде сен жеңісті де жеңілісті де үйрену керексің. Екеуін де үйрену керексің. Шахматта жеңілесің ғой, соны шама ойланып барып. Соны не істеу керек? То есть қол алысу керек та. То есть конкуренцияның соңы достықпен аяқталу керек. Бұл жерде бөлек жазылды. Вот, мысалы бізде төбелесіп кетеміз ғой футболдың соңында. Жеңілгендер көргің келмей сөйтіп қиналып кетесің ғой. Бірақ мысалы футболисттер вот Лига чемпионовта қырылыс болатыннан соңында құшақтасып жүреді ғой. Иә. Вот ол профессионалдар. Жеңуді де, жеңілуді де үйренген профессионалдар. Культура еді. Бірақ осы жерде тағы да футбол дедік. Алекс Фергюсонның күшті сөзі бар. Жеңіліс пайдалы дейді. Бірақ оған провокать етпеу керек дейді. Үйреніп қалмау керек дейді. Мен болельшигісіз? Жоқ, мен Барса. Мен әдемі футболдың болельшигімін. Жоқ, Барса ол әдемі футбол. Мен әдемі футболды Барсадан көрдім. Сол үшін мен футболға қызықтым. И ол жерде волшебниктің ойыны маған қатты ұнаған. Ол білесіздер, кім екендігі, Роналдиньо. Иә, керемет. Негізі жаңағындай қысым ше, мен мектепте жұмыс істегеннен білемін да, алтын белгіге түсетін сияқты.
и потом қызылдар. Сен жаңа айттың ба, алтын белгі вот осындай нан да білмей ма деген нәрсе. сол үшін мен алтын белгіге оқыған жоқпын. Бұл жерде мысалы шынында бұл реально өте маңызды не, мысалы самозванца бар емес па, негізі дұрыс қолданса бұл күшті нәрсе. Не үшін адам самозванца болмаса синдромның вообще абсолютно алып тастадық дейік, адам курсты бастамай тұр, мен бәрін білемін деп ойлауы мүмкін. Онымен әлем өзгермейді ғой. Иә. Сен бәрі емтихан бес алмайсың, сенімділік бес бермейді, білім бес береді. А білімде сен и күмән болу керек, и сенімділік екеуде болу керек. Күмән қашан? Оқу процесінде күмәндан. Оқу процесінде күмәндан. Бірақ емтихан белгілейтін кезде, ол кезде вообще күмәнданба. Иә. То есть күмәнданатынның өзінің периоды бар, күмәнданбайтынның өзінің периоды бар. Самозванцаны өзінің уақыты бар, и өзінің уақыты бар. То есть бұл жерде адам өзін настроить ету маңызды, да? Тиімді байлану маңызды. Иә. Ну, как бы ана таланттардың ішінде көруге болады бұл нәрсе. Сенімділігі төмен болған адам реально дұрыс жерде де күмәндана береді. Self assurance төмен болғандар. Иә, өз прав болса да. Иә, біліп тұрса да қолын көтере алмайды да. Сен кішігірім уже көрдің сен сондай екендігіңді. Естесің, жай қолын көтересің, көрмей қалады, бірақ уже сен бүйтіп отқан жоқсың, сәл бірінші бүйтіп көрдің. Келесіде сәл бүйттің, келесіде бүйттің. Оказывается, нормально, жай қол көтеріп, одан кейін сұрайды, тұрасың, түсіндіре алмай қаласың, тоже нормально. Сен уже алға ұмтылып бара жатсың. Соңында көтересің, жауап бересің, и вот саған сынды, жаңа стратосфераның төбесіне шықтың, картинаны вообще көрдің, все, уже саған есік ашық. Сонда, то есть бұл нәрсенде как бы инструменттер да қайтадан. Дұрыс тиімді пайдалану, иә? Дұрыс тиімді пайдалану керек. И жаңағы давлениені кім сезеді білесіз ба? Өзі үшін оқымайтын балалар сезінеді. Папасы үшін, мамасы үшін, мұғалімі үшін. Солар үшін баға алып жатқан балалар давление сезінеді. А өзі үшін просто в кайф, просто ол оқиды, оказывается 5. Оқиды, емтихан, нәтижесі 93. Қарайды, просто 100% алып жатыр. Ол давление сезіне ма? Жоқ. Онly релакс. Мен бүйтіп 5 алу керекпін, не үшін аңсаған маған 2 қойып қою мүмкін. Вот солар давление сезінеді. Сол үшін қайттан бұл жерде адам өзінің мамандығы, өзінің қызығушылығы, өзінің қалайтын дүниесі болған кезде сен просто қарайсың, бұл мен қалаған нәрсем. Давление ол жерде как бы болмайды да. Себебі просто ол побочный эффект. Вот сен как бы киім кидің, кірлеп қалса ренжімейсің ғой. Иә. Себебі не? Киім киюдің нәтижесінде просто ол кірлейді, ол нормально. Дәл сол сияқты емтихан тапсырасың, нәтижесінде 5 аласың. Емтихан тапсырасың, дұрыс дайындалмадың, нәтижесінде 2 аласың. Как бы тоже окей. Ол давление 2 алдың ба 5 аласың, келесі дайындалды, қайттан ше. Қиындатпа. Сен миыңды қиындатасың, көтере алмай қаласың. А миыңды упрощать етесің, наоборот, істеу жеңілдеу болады процесс. Еще ол давление кейінірек жаман результат беруі мүмкін. Конечно. И бүйтіп уже ол давление уже больше басқа бір үлкен нәрселерге алып келеді. Біз енді осы жерде мен давайте ссылка қалдырайық. 3 идиота деген индийский кино бар. Көргенсіздер ма? Көрдім. Вот оқушыларға давайте рекомендовать етейік. Иә, сол киноны көріңіздер. Мен ол кинода жылағам, көргем. Кстати, мамандық таңдау бар, ол жақта бәрі бар. То есть студенттік әлемге сіздер четко дайындала аласыздар. Кәдімгі андай индийский кино емес, андай ше билей беретін. Реально ана жерде 3 идиота. Давайте ссылкасын қалдырайық, оқушыларымыз көрсін оны. Особенно физматтарға пайдалы кино. Кстати бар, иә? Механизмді, вот механизм деген сөзді күштілеп түсіндіріп береді. Қай секунд деген айтпаймын, бірақ механизм деген сөзді естігенше, в общем, тоқтамай көр. Осы подкасттан кейін көріңіздер, паузаға қойып кетіп қалмаңыздар. Әйтпесе бүйтіп қойып, мен 3 идиота кетемін. Күшті, зато біз уже бір фильм артық көретін болдық. Енді мынандай нәрсе, біз полностью енді ұбт-ға дайындап жатырмыз. ұбт-ға бүйтеді, мамандықты сөйтеді, дайын болыңдар, мынандайлар келуі мүмкін, сұрақтар келуі мүмкін, бәрін дайындап жатамыз. Бірақ ұбт-дан кейінгі нәрсені көбінесе айтпай қаламыз. Бәрін грантқа түсіріп жатырмыз ғой әйтеуір. Бірақ ұбт-дан кейін түспей қалатындар да оқушылар бар. Өкінішке орай олардың ол оқымағандығы немесе ақылы аз болғаннан емес, жол болмай қалған немесе дұрыс мамандық таңдамай, басқа бір жоғары балды требовать ететін нәрселер таңдап қою мүмкін. Енді оқуға түсе алмай қалғандар, оқуға түсе алмай қалғандар бар, и солар уже дайын болмауы мүмкін. Өйткені бәріміз ұбт-ға
тапсырып грантқа универде жүрсің деген нәрсені байлап тастаймыз да балаға. И ол сөйтіп жүрген кезде ұбт-ға түсе алмайды да, и осыдан уже бағанағы суицид деген сияқты, немесе ата анамен ұрысып қалу, жылау, бір апта үйден шықпау, депрессия дегендер басталады. Өйткені бәрі жұрттың баласы, бәрі оқуға түсіп отқан кезде сен түсе алмай қалдың. Мынау әсіресе қыздар өйткені өте эмоциональный болады ғой, и солар дайын емес. И соларға бір-екі нәрсе айтып жіберсек, өйткені олар білмейді ғой әлі не болатынын. Примерно бүкіл көріп жүрген премьерлері бәрі оқуға түскен премьерлер, немесе там біреулер әйтеуір грантқа түсіп кеткен премьерлер деген сияқты. Мектепке келіп ақыл айтатындар, мектепке оқуға түсе алмай қалғандар келіп ақыл айта бермейді ғой көбінесе. Олар мектепке жола алмайды ғой. Тыңдамайды да олар көбінесе. И соларға бір-екі нәрсе айтсақ өте пайдалы болады деп ойлаймын. Өйткені сол нәрсені сұраған оқушылар болды да. Дайын не істейміз деген сияқты. Кішігірім бір эксперимент жасауға болады. Вот экран сәл кең де болса, вот аңсаған вот бір не көрсетем, не екендігін айтуға жарай ма? Сіздерге ма? Иә. То есть просто телефонда экранда. Сағат қанша? 17:31. То есть көрінбейді ғой, 17:20. Бұл жерде не мәселе? Адам ұбт-ға осылай қараған кезде, одан басқа еш нәрсе ойланамай қалған кезде, ол көру қиын болады. Келесі этап көрінбей қалады да. То есть өмір бойы как будто смысл ұбт сияқты. Не білесіздер ма? Олимпийский чемпиондар, олимпиада чемпионы болғаннан кейін олар жесткий депрессияға кетеді. Иә. Не себепті? Себебі ол олимпиадада алтын медальды өмір бойы дайындалған 4 жасынан бастап. Әкесі дайындалды, давай балам, ты сможешь. И алды, өмірдің мағынасы қалмады. Не істеу керек дальше? Сапиев. И все. И одан кейін бастап кетеді, короче, да, миын отключать ету үшін арақ ішеді. Ми ойланады ғой, дальше не? Жауап таппайды, ішеді. То есть ішудің де себебі сондай. Негізі ақылды адамдар көп ішеді дейді ғой. Мағына бар ол жерде. Ақылдымын, бірақ ішпеймін. Значит, значит, ақылды емессің. Значит, ақылға атып тұру керек. Короче, мәселе қандай? Бұның смыслы оқушыларға бұл қатты емес, бұл нәрсені ұзақ мерзімді қарау керек та. Сен егер де өміріңе 10 жыл жоспар жасасаң, сен түсінесің, тағы да 9 шансың бар. Иә, нормально ғой. Бір жылда егер де сен бір жұмысқа тұрдың, братаныңмен істедің, көп ақша тауып кетсең, даже оқудың мағынасы қалмауы мүмкін. Сен достарың ар жақта 4 жыл оқиды и 80 000 теңгеден айлықтан бастайды, а сен уже 700 000 алып жатсың. Какая разница? А вообще негізі біз оқу тарихын қарайтын болсақ, білім тарихын соңғы 25-30 жылдың ішінде ғана диплом маңызды әрге келді. Адамзат тарихы 100 000 жыл бойы келе жатыр да. Тарих қанша жыл адамзат өмір сүріп жатыр? Қанша жыл? Иә. Тарих бойынша біздің заманымыздан бұрын 2-6 миллион бұрын, иә, ең алғаш әлем пайда болған ғой. Мысалы, дипломның тарихы қанша уақыт? 100 жыл ғой. Мысалы да, адамзат тарихымен қарайтын болсақ, диплом вообще негіз маңызды емес. И қазір заман да соған келе жатыр. Мен дипломымды көрдіңіздер ма? Профориентатор деген. Жоқ. Сұрадыңыздар ма? Жоқ. Менде диплом жоқ. Мысалы да. Менде досым бар, диплом жоқ, бірақ ол бәрі көпшіліктен көп ақша табады. Мен түсінбеймін, немен айналысасың. Айтады, братан, движение дейді. А дипломы әлі жатыр университетте. 4-ші курсты аяқтамай международный компанияларға кіріп кетті. И реально қызық емес. Сол үшін оқушыларға айтатын нәрсе. Конечно, біз Стив Джобс сияқты жаңағындай пример жақсы көреміз, университет тастап кетіп, миллиардер болып кетті деген да. Бірақ реально сенде сондай потенциал болған кезде тастай аласың, бірақ қолыңда бар болған инструментте максимум выжимать ету керексің да. Қазір 11-ші классынан максимум выжимать ету керексің. 1-ші курстан максимум, 2-ші курстан максимум. Сол кезде сен қарайсың, бір емес, оказывается, сенде 5 вариант бар. Ең жақсысын таңдап ускориться ете бастайсың. Осы жерде балаларға айтып кетейік, дипломды талап ететін белгілі бір ұйымдар болады. Сондықтан алдын ала біліп алған жөн болады. Яғни нақты саған диплом ол маңызды ма? Яғни олар үшін керек па, керек емес па? Өйткені мысалы мемлекеттік мекемелердің кейбіреулерінде сен мысалы тұрып математик мұғалім болып кете алмайсың да, мысалы. Сен дипломды сұрады. Сосын мен мынандай өмірімде бір қызық жағдаймен келдім дипломға қатысты. Иә. Мен ойлайтынмын, дипломның ішіне қарамайды деп. Сіздер қалай ойлайсыздар? Дипломның ішіне деген диплом бар, диплом ішінде бағасы. Қарайды. Мен профессиямды қараған. Қарады ма? Қарады, иә. Бұл жерде сәл не детализировать етсек күшті болады. Негізі диплом керек па, керек емес пе деген сұрақ қой. Иә. Түбі. Диплом стратегически керек. Не үшін сен жоғары оқу орынды бітіру үшін как минимум 4 жылдық выдержкаң болу керек.
сен диплом ала алатындай сабырлы болу керексің, коммуникация. То есть побочный эффекттер көп диплом алудың. Сол үшін бірақ дипломның өзі смысл болмау керек та. Дипломның өзі мағына болмау керек та. Диплом ол побочный эффект болу керек. Ертең вот стандартына қызыңызға жігіт келсе, сіз жоғарғы оқу орнын бітірді ма жоқ па деп базовый сұрақ сұрайсыз. Солай ма? Мен сұраймын мысалы, да, скорее всего. Бітірді ма жоқ па? То есть вот қыздардан сұрасақ болады да, универ бітірген жігітке шығып келе ма, әлде бітірмеген ба? Любой адамның варианты бітірген болады. Сол үшін жалпы диплом иесі болу керек. Бірақ не обязательно диплом үшін, дипломның нәтижесіне үшін дипломға ие болу керек та. Енді екінші сұрақ оның ішіндегі бағалары деген сұрақ. Өйткені ана студент болып жүріп, жаңағы УБТ-дан кейін өмірді айтамыз дедік қой. Мен байқаймын, мектепте беске оқығанда көпшілігі неге универге барғаннан кейін тағы да беске оқуға тырысатындығы да. Енді ол повышка алғысы келеді, бірақ ол жақта енді доп ақша қатты көп емес. Ол мамандық қараймыз ба? Мүмкін мамандыққа қарайды. Повышка любой неде бар. Жоқ, анау жаңағы ішіндегі неге байланысты. Мысалға, мен диплом алған кезде мен мамандығым бойынша мен international law деген мамандық бітіргенмін, яғни по профессии мен дипломатпын да негізі. И диплом оқыған кезде біз министерство иностранных делға түстім да. И бізде қарады, так, Әлібек қандай тіл білесің, көрейік дипломды дейді, короче. И көреді, ағылшын тілінде оқыпсың, короче, қытай тілінде оқыпсың, испан тілінде. И бұл жауап көрді, короче, әрі қарай ше. Мүмкін мамандыққа да байланысты шығар. Кейбір мамандықтар талап етеді, кейбір мамандықтар талап етпейді. И сен қай жаққа барасың? Госслужбаға ма? Госслужба талап етеді, қай университетін бітірдің, кімнің руководителің кім болды деген сияқты. Сондықтан да оған қарайтын мамандықтар бар, қарамайтын мамандықтар бар. Сондықтан сен университеттің ішіне жүруің керексің да, уже так, диплом ішіне қарай ма, қарамай ма деп уже жаңағындай әріптестерінен, одан кейін жоғарғы жаңағындай мұғалімдерден сұрауың керексің. Ал бірақ жаңағындай дипломы жаңа аңсаған сұрағын аяқтамас болсаң, енді шынымен де тағдырдың елегі ғой. Шынымен грантқа түспей қалуы мүмкін да. Мысалы мынандай қош болған. Кеше де көрсеттім оны. Физика, математика сұмда оқыған, 43-41, тарихты оқымағаннан кейін 4 балл. Вообще алған 115 балл, тарихтан 4 аққаны балл алған үшін грант алмаған, короче. Ақылда тапсырамайды ғой. Иә, ақылды тапсырамайды ғой, өйткені не жоқ қой, проходной жоқ. Проходной жоқ қой, 4. Проходной жоқ, ол платный условие. И, короче, ол қыз Польшаға кетеді, платный основада ше, әке-шешесіне кетеді. И сол Польшада жүріп, короче, каким-то образом сол жақта не болып кетеді, жаңағы кино түсіп кетеді ғой. 8-ші потокта Динара деген қыз болды. Тоже БТ-дан қадалды, шығармашылық экзаменде тұрған. Қазір ол қыз алдын айтады, ағай, сізде бухгалтер бар ма дейді да. Иә, бухгалтерім бар, не болды дейді да. Мен мына жерде бір ИП ашқанмын, короче, соны тексеріп жүрінші, что-то не то. Ана оборотын көргенде страшно да, ана, короче. 2008 потокта оқыған, 2004 жылы ма, 2003 жылы қыз, короче, Кентаудың қызы. Мәс ана сөйтіп, торт жасаумен сөйтіп жаңағындай мастер екенін біліп, кәдімгіден оборот страшно болып кеткен ғой. Яғни жаңағындай Бабыр мырза өте жақсы келді, телефонмен ше. Яғни өмір бар. Одан бір депрессияк болудан қажеттілігі жоқ та, короче. Мысалға, мен өте қатты депрессияны ұстадым қай жерде. Яғни мен оқыдым, дайындалдым, 5 жыл оқыдым да, короче. И министерство иностранных дел жұмыс істеп жатырмын. И мен алдады да, өйткені мен андай университетте оқып жүрген кезде мен әдейі сен бізге жұмысқа кел, күшті жұмыстарға жіберіп қоятын. Вот иностранецтер келеді Чехиядан, соны күтіп аласың. Прокурорлар келеді Испаниядан, соны күтіп аласың. Вот это черная касса, это микроавтобус дейді да. Одан кейін уже диплом алып кірсем, отырасың, короче. Мен андай жұмысты істедім ғой деймін ше. Сен практикада қайда практикада соны істедім ғой десем, 83 мың ба зарплата, короче. Ол толтырасың, құжат толтырумен, короче. И мәселе неде болды? Депрессияда жүрмін. Короче, Алматыға барамыз. Алматыда жаңа мен бауырым айтады, жүрші таңертең паркқа жүгірейік дейді, короче. Паркқа жүгіреміз. Мен әшейінде Астанаға жүгірмейтін адам, мен неге жүргім келмейтін? Әлібек өкінбейсің дейді, короче. Өкінсең 100 мың теңге беремін дейді. Сөйтсе, ол кезде Марғұлан Сейсенбай таңертең просто жүреді екен паркта. И біз қасынан бардық, и тұрады осы сұрағымды қойдым. Мен қазір мамандығымның, енді мен сүйем, бірақ та мен қанағаттанбаймын, өйткені сен 2 жыл, 3 жыл кәдімгі шестерка болғың келмейді дедім да. Тұрады да, айтады, Әлібек дейді да, құдай, мысалы мынандай бір самолет дейді да, яғни самолет мысалы, короче, военный вертолетта десантниктер бүйтіп жерге қонады ғой дейді да. Жерге қонаған кезде олардың әрбір жаңағында военныйдың жерде өзінің миссиясы болады дейді да. Миссиясын бітіргеннен кейін дейді, құдай да біз солай жіберді дейді да. Құдай бізді бүйтіп тұрды да, жерге жіберді. Біз де өмірлік миссиямызды білеміз. Өмірлік миссиямызды енді тауымызға жеткізді дейді да, короче. Вот военныйдан біздің айырмашылығымыз сол дейді да. Құдай бізді осы өмірге жіберді. Біздің өзіміздің немізді білуіміз керекпіз. Яғни осы өмірде мен не үшін дүниеге келдім, менің миссиям қандай, и сол миссия бойынша бізге талант берген дейді да. Еще сен талантын білуің керексің да, қандай талант екенін, дұрыс па? Сен мүмкін снайпер болуың мүмкінсің, сен жаңағы спецназ болуың мүмкінсің дейді. Сондықтан да мен қарадым былай, мен тарихқа деген құлшынысым бар екен ғой. Мен тарихтан өмір бойы қашып жүрдім да. Ашайық деп ше. И сөйтіп міне жолым ашылып кетті да. Яғни мысалға уже осындай дәрежеге жетіп қалдым деген сияқты ғой. Сондықтан да аңсаған
өмір бар негізі. Тамаша, кеңестеріңізге рахмет. Подкасттың аяғына жетіп қалдық. Енді қазір ұбт тапсырайын деп жатқан оқушыларға 10-15 секундтық бір мотивация беріп жіберсеңіздер, подкасттың соңында бізде сондай традиция көп болды, осы традицияны қолданып келе жатырмыз. Сосын еще тағы сыйлық беретін. И сыйлық беретін. Сыйлықтан бастап кетейік. Құрметті оқушы немесе ата-ана немесе студенттерге де көп пайдасы тиді деп ойлаймын осы подкаст. Егер осыны көргеннен кейін өзіңіздің инсайтыңызды жазып кетіңіз, яғни ой түйгеніңізді, және ең жақсы деген 3 адамға біз мен ойымша Әлібек ағайдан оқушы болатын болса бір курсын сыйлай аламыз, иә? Так, да, қараңыздар. Сіз не сыйлайсыз? Сіз ешкім сыйлайсыз ғой, мен сыйлайын ғой, қонақта сыйлайды ғой. Давайте. Арнайы осы жердегі подкастты көріп отқан оқушылар үшін, өйткені ол оқушылар молодец. Ота доя до конца көрді ғой, дұрыс па? Сондай жетті. Давайте бірнеше сыйлық арайын. Егер де жаңа үздік жаңа комментарий жазған адамға мен бір оқушыға сыйлық беремін, өзімнің курсым сыйлық беремін, яғни 50 мың теңге тұратын интенсив курсым сыйлығын беремін. Тағы да бір комментарий жазған оқушыға, яғни $100 сыйлық бере аламын. Арнайы осы жаңа оқырмандар үшін. Ол проблема емес, өйткені көрген оқушылар молодец деген сияқты ше. $100 мен ұтқым келіп тұр. Комментарий міндетті жазамын десеңші. Және де ойлаймын, Бабыр мырзадан сондай алдында тест тапсырған болса, жаңа 2 тегін тесттің өзін бір қалап беретін бір маман керек деп ойлаймын. Былай жасайық. Егер 2 тестті тапсыратын болса, давайте мен бір галап тест подарить етейін. Галап тест 30 мың теңге тұрады. Иә. Вообще біздің бір қызмет негізі әжептәуір тұрады. В общем, нетпей қояйық оны. Просто давайте шарт қандай мен білмеймін. Шарт өзімізге ұнаған бір комментарий аламыз да и соған береміз. Әлде ол жерде былай жасайық. Қанша жыл өмір сүруді жоспарлап жатыр сол кісі. Соны айтсын және не үшін. Тамаша. Давайте вот қанша жыл өмір сүруді жоспарлап жатыр. Біз бұл арқылы не жасадық? Жаңа оқушыларға айтамыз, сен 100 жыл пландастырған адам ұбт-мен шектеліп қалмайды. Келем. Давайте біз оларға сондай бір не жасайық. Қанша жыл өмір сүруді жоспарлап жатыр және не үшін. Қысқаша 2 сөйлемнің ішінде соны нетсін. Тамаша. Бір галап тест және соған байланысты бүкіл отчеттарды береміз. Ол жерде балаға персональный план развития, консультациясы, қандай кітаптар оқу керек, қандай сфераларда жұмыс жасау керек, қандай мамандықтар және ол мамандықтарға керек бүкіл қасиеттерін барлығын біз түсіндіріп береміз. Керемет мүмкіндік деп ойлаймын, негізі. Иә. Соңына дейін біз білеміз ғой Бабыр мырзаның осы керемет. Соңына дейін көрген көрермендер, сіздер тамаша мүмкіндікке ие боласыздар. Рахмет оқушылар. Осы подкастта сіздер өздеріңізге пайдалы ақпарат алды деген үміттеміз. Бүгін бізде қонақта болған Бабыр мырза және Әлібек мырза. Рахмет. Тағы да алда подкасттарда немесе конференцияларда эксперт ретінде сіздерді көретініміз деген үміттеміз. Нұрболат ағамен біз итак осындамыз. Комментарий жазыңыздар. Көріп кетіңіздер, бағана 50 мың теңгелік курс, $100, сосын тамаша тест тапсыруға өздеріңіздің қандай қабілетте жақсы екендеріңізді білуге мүмкіндіктеріңіз бар. Және тегін 2 тест болады, сол описаниеда сонда тапсыруды ұмытып кетпеңіздер. Как бы біздің тест жалпы 100 мың теңге болады жалпы. Тест плюс отчеттар плюс услуга. Сосын жеңімпаз 100 мың теңгелік подарок алады бізден. Тамаша. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пайдалы нәрсе көріңіздер. Сосын ешкімге ренжімеңіздер. Өйткені ол ішке барып жаман нәрсе болып тығылады деген маған кезінде бір көкеміз. Аман сау болыңыздар. Бұл аңсаған бізде ұбт және менің тағдырым подкасты. Тағдырларыңызды шешу өз қолдарыңызда. Келесі кездескенше.